Жекешелендірудің кешенді жоспарында қордың 214 активі қамтылған. Олардың 7-еуі IPO SPO-ға үміткер компаниялар, 14 компания өз бас компанияларын IPO SPO периметрінде өткізілуде, 193 актив жекешелендіруге жататын компаниялар. 2018 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жекешелендіретін 193 активтің 140 заңды тұлғасы немесе 72% қор тобынан шығарылды. Оның ішінде 76 актив сатылып, жалпы түсім 122 миллиард теңгені құрады. 64 актив таратуға, қайта құруға жіберілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қор өз активтерінің негізгі көлемін жекешелендіруді аяқтауға ниеттеніп отыр. Бұл 2018 жылдың соңына дейін қор тобында 61 активті жекешелендіру жоспарланып отырғанын білдіреді. Оның ішінде 11 актив жыл басынан бері сатылды. 16 актив бойынша келісімдер аяқталуға жақын. 16 актив мемлекеттік комиссияның қарауынан өтіп, қазір сатуға қойылды. Тағы 18 актив таяу арада мемлекеттік комиссияның қарауына енгізілу үшін дайындалуда. Екінші слайд. 2018 жылы жекешелендіру бағдарламасын жүзеге асырудағы басты назар әлеуметтік экономикалық маңызы бар ірі активтерді сатуға аударылады. Мысалы, Ақтөбе, Атырау және Павлодар қалаларындағы әуежайлар, Қазтеңіз Трансфлот, КБТУ сияқты ірі және күрделі, сондай-ақ басқа да активтерді биылғы жылы сатуға дайындау жұмысы жүргізілуде. Нәтижесінде 2018 жылдың соңына дейін қор тобындағы компаниялар саны 300-ге дейін азаю тиіс. Үшінші слайд. Қазір IPO SPO-ға үміткер болып отырған 7 ірі ұлттық компанияны жекешелендіруге ерекше көңіл бөлінуде. Сонымен қатар Қазақстан Республика экономикасының жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен алдын ала келісілгендей, олардың 14 еншілес компаниясының осы IPO SPO периметрінде сатуы жоспарланып отыр. Төртінші слайд. 7 үміткер компанияның 3-еуі қазіргі уақытта IPO SPO-ның ықтимал келісімдеріне дайындық жүргізуде. Атап айтқанда, бірінші Қазақтелекомның акцияларын 2018 жылғы 3-ші тоқсанның соңына дейін орналастыру мүмкіндігі қарастырылуда. Қазіргі уақытта барлық тәуелсіз кеңесшілер таңдап алынды және ықтимал келісімдерді дайындау жұмысы басталды. Қазатом өнеркәсіп бойынша қажетті дайындау жұмыстарын жылдың соңына дейін бітіруге жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта тәуелсіз кеңесшілер тиісті тексеру және техникалық аудит жүргізуде. Эйр Астана бойынша да қор осы жылғы 4-ші тоқсанның жоспарлап отыр. Қазір тиісті дайындықтармен тексерулер жүргізілуде. Акцияларды орналастырудың түпкілікті мерзімі компаниялардың қаржылық жағдайын, макроэкономикалық жағдайды және шикізаттың әлемдік бағаларын ескере отырып анықталатын болады. Қалған 4 компания Қазмұнайгаз, Самұрық-Энерго, Қазпошта және КТЖ бойынша диагностикалау, ықтимал IPO SPO-ның негізгі параметрлерін анықтау және 2019-2020 жылдарға жоспарланған келісімдердің жол карталарының алғашқы нұсқаларын әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы қор дайындық неғұрлым ерте басталса, нәтиже соғұрлым сапалы болмақ ұстаным басшылыққа алып отыр. Жекешелендіру процесінің барынша ашық жүргізуін қамтамасыз ету және инвесторларды тарту мақсатында қор Қазақстанда және шет елдерде арнайы ақпараттық іс-шаралар өткізеді. Мысалы, ертең 11 сәуірде басқарма төрағасы Ахметжан Смағұлұлы Есимовтың басшылық етуімен Шанхай қор биржасы алаңында инвесторлар күні өткізілмек. Осындай инвесторларға арналған іс-шараны Санкт-Петербург қаласында да мамыр айының соңында өткізу жоспарланып отыр. Жалпы жекешелендіру мәселелері қор үшін аса маңызды болып табылады. Сондықтан қор басшылығы бұл мәселелерді тұрақты бақылауда ұстап отыр.